Қайырлы күн, ассалаумағалейкум, есімім Руслан. Мен сізге Trust Wallet кошелекті қалай ашу керек, соны көрсетемін. Алдымен Play Marketке кіріп, осылай Trust Wallet деп жазып, жүктеп алу керексіз. Оны көрсетемін. Міне Play Marketке кіресіз. Жоғарысына жазасыз Trust Wallet деп. Trust Wallet деп жазсаңыз шығады өзі. Мынандай болып шығады. Толық жазсаңыз шығады. Осыны жүктеп аласыз, установить. Именно осыны жүктеп алу керексіз. Установить басасыз. Міне жүктеліп жатыр. Міне көрдіңіз, жүктелінді, открыть деп шықты. Жүктегеннен осы кірсеңіз болады, немесе телефонның бетіне шығады. Қазір көрсетемін, шығып кетемін бұл жерден. Міне телефонның бетіне шықты, осылай шығады. Әрі қарай регистрация жасайсыз осы Trust Wallet кошелекке. Үстін басасыз. Осылай ашылады. Создать новый кошелек деген жазудың үстін басасыз. Әрі қарай мына жерге галочка қоясыз. Продолжить дегенді басасыз. Енді мына жерге өзіңіз пароль қою керексіз. 6 санды код, 6 санды пароль қою керексіз. Және оны ұмытып қалмау керексіз. Бір жерге сақтап жазып қою керексіз. Қазір мен мысалға қоям 1 2 3 4 5 6 деп. 1 2 3 4 5 6. Сол кодты қайттан қайталайсыз. 1 2 3 4 5 6. Тура осылай қоймаңыз, сіз өзіңізге басқаша пароль қою керексіз код. Әрі қарай мына жерге галочка қоясыз. Продолжить дегенді басасыз. Міне, енді мына жерде ваша секретный фраза, міне 12 фраза 2 3 4 5 6 8 12. Міне мынаны сіз бір жерге сақтап жазып қою керексіз. Немесе екінші телефон болса, суретке түсіріп алу керексіз, міндетті түрде. Міндетті түрде бір жерге сақтап қою керексіз. Себебі ертең сіз телефон ауыстыратын болсаңыз, ұмытып қалсаңыз, осы арқылы восстановить етесіз. Егер мынаны ұмытып қалсаңыз, восстановить ете алмайсыз. Сол үшін де бір жерге жазып сақтап қою керексіз, міндетті түрде мынаны. Мен мынаны суретке түсіріп алдым. Сіз суретке түсіріп алу керексіз, міндетті түрде жазып сақтап қою керексіз, міндетті түрде осыны сақтап қою керексіз, фразаны. Әрі қарай, қазір көрсетемін, міне, рет-ретімен тұр, 1 2 3 4 5 6. Осы рет-ретімен қазір көрсетемін, продолжить дегенді басасыз. Енді міне жаңағы 12 фразаны жаңағыдай 1 2 3 қалай тұр, соны рет-ретімен қой деп тұр, соның үстін бас деп тұр. Мен жаңа суретке түсіріп алдым. Қазір суреттен көрсетемін, міне. Міне 1 2 3 4, міне бірде қандай тұр, думбы деп тұр, соны қоюым керек. Міне, мына жерден дум деген тауып алам. Міне дум, міне бірі болып шықты, көрдіңіз бе? Осылай рет-ретімен мыналардың арасынан басып қою керексіз. Тағы да екінші қандай екен. Екінші гараге. Міне гараге. 2 көрдіңіз бе? Осылай рет-ретімен қою керексіз, үстін басып. Рет-ретімен қойып атым, енді баланс деген басам, деней. Міне осылай 12 рет-ретімен қою керексіз, осылай үстін басып, көрдіңіз бе? Прекрасно деп шықты. Әрі қарай готово дегенді басасыз. Міне бастым. Готово. Міне Trust Wallet кошелек дайын. Міне уже кошелек дайын, көрдіңіз бе? Енді мына жерге валюталар, өзіңізге керекті валюталарды шығару керексіз. Мына жерде биткоин шығып тұр, эфириум, BNB, Smart Chain шығып тұр. Сізге қандай валюта керек, соны шығару керексіз. Мысалы, маған мынандай валюта керек. Ол үшін мына жерге шығару үшін кәдімгі 4 түрлі валюта тұр ғой, қазір қосылады тағы да. Мына жоғарысындағын басасыз. Мына жерге жазасыз. Мысалы, маған USDT керек, маған USDT. Осылай жазсам шығады. Немесе мынандай тезер деп жазсаңыз да шығады. Мына жерде USDT-ның 2 түрі бар, ERC20, TRC20 деген бар. Мысалы, мен TRC20 деген керек. Мына қапталындағыны бет бассаңыз, болды, баса қоясыз. Көрдіңіз бе? Сосын мына X-ті басасыз, былай шығып кетесіз. Міне тезер шықты, көрдіңіз бе? Мынаяқтан тезер шықты. Енді маған Tron керек. Қайтадан мына жерге кіресіз. Tron деген криптовалюта керек. Tron деп жазсам, осылай шығады. Қап-қызыл. Tron Trix. Мына қапталындағын басасыз, уже әрі қарай шығады. Міне, Tron. Неге мен бұл екеуін қойдым?
өйткені екеуі бір-біріне связаны. Егер сіз тезерді қолданатын болсаңыз, именно TRK-20-ті қолданатын болсаңыз, TRK-20-ті қолданатын болсаңыз, сізге трон да керек болады. Өйткені тронның комиссиясынан ұстайды да, ақша шығарған кезде, кіргізген кезде. Сол үшін. Екінші, USDT. RK20 деген түрі бар, TRK20 деген түрі. Түрлері көп. Осы жерден шатаспау керексіздер. Мен TRK20 шығарып қойдым. RK20 шығарып қойсам да болатын, бүйтіп басып қоям. RK20 бастым. Міне, тезер екеуі шықты. Бұны қалай айырасыз? Тезерінің үстін бассаңыз, TRK20 деп шыққан жерде көрініп тұрады. Астындағыны бассам, RK20 деп бөлініп тұрады. Бұл RK20-ті қолдану үшін сіз эфириум бар не? Бұл эфириуммен связаны. RK20 эфириуммен. Эфириумның комиссиясын ұстайды. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Осылай керекті валютаны осылай шығарып қойғаныңыз дұрыс. Шығарып қою керексіз. Енді тағы бір айтатын нәрсе, мына әр валютаның өзінің адресі болады. Өзінің адресі деген, мысалы сіз Каспий Голд біз көбіміз қолданамыз. Мысалы біз басқа біреуге ақша аударатын болсаңыз, сіз соның жаңағы номер арқылы аударасыз, соның номерін тересіз де перевод жасайсыз. Тура сол сияқты мына жерде өзінің адресі болады. Мысалы биткоин. Мына биткоиннің өзінің адресі болады. Биткоин деген үстін бассаңыз, получить дегенді басасыз. Міне, получить басқан кезде міне биткоин BTC, міне адресі, биткоиннің адресі. Мысалы сіз обменниктен болсын, жаңағы биткоин сатып алу керек болса, сізге осы адресті копировать етіп алу керек болады. Неге? Мынаны сіз копировать етіп аласыз, обменникке кіресіз, обменник сұрайды адресіңізді, сосын адресті қоясыз сол жерге, сосын енді сіз қанша биткоин сатып аласыз, 50 мың қалып жатсыз ба, сол 50 мыңды обменникке аударасыз, сосын бұл обменник сіздің мына көрсеткен адрес бойынша осы кошелекке биткоинмен осы адреске биткоин аударатын болады. Немесе біреуден сатып алып жатсаңыз, осы адрес керек. Мына биткоиннің адресі мынандай. Көрдіңіз бе? Получить. Эфириумның адресінің өзі бір бөлек, получить деп атасыз не? Адресі мына скопировать. Көрдіңіз бе? Яғни адресін жібер деген кезде осындай адрес жібересіз. Мына эфириумдікі. Әрі қарай тезер, міне TRK20, мысалы тезер. Мынаны басасыз, міне получить деген басқан кезде міне мына тезер TRK20 TRK20-тің адресі мынау. Мынаны бассаңыз копировать етіліп қалады, көрдіңіз бе? Сосын осыны, мысалы біреу сізге ақша аударатын болса, сіз осы адресті жібересіз сол адамға, танысыңызға. Сол танысыңыз сізге осы адрес бойынша жаңағы керекті сумаңызды аударады. Осы турист валютке. Міне TRK20 деп шығып тұрады, көрдіңіз бе? Бұл тезер, USDT. Екінші түрі бар USDT-ні. Осыны бассаңыз, бұл RK20 деген түрі. Получить дегенді басасыз, бұның адрес бөлек. Көрдіңіз бе? Міне RK20 деп тұр. Жаңағы жерде TRK20. Осы екеуінен шатаспауыңызды сұраймын. Бұның адресі бөлек, көрдіңіз бе? 0x деп басталады бұның адресі. Скопировать етесіз де жібере бересіз. Обменниктен доллар сатып алу керек болса, RK20. Осы адрес бойынша аласыз. Осылай көрсетілген адрес бойынша 0x. Мына адрес RK20-тың адресі 0x-тен басталады. Ал мына жерде тезер USDT TRK20-тың адресі, мысалы, Т-дан басталады, көрдіңіз бе? Т. Мына жерде жазылып тұр, TRK20 деп жазылып тұр, көрдіңіз бе? Осы жерден мұқият болыңыз, қателесіп қалмаңыз. Яғни осы адрес бойынша сіз доллар сатып аласыз, TRK20 сатып алуға болады обменниктен. Обменникке кіресіз, адрес кошелька деген тұрады, сол жерге мына адресіңізді вставить етесіз. Сосын сол обменникке болмаса біреуден доллар сатып алып жатсаңыз, соған ақшаңызды аударасыз кәдімгідей Каспий Голдтағыдай. Сосын ол жаңа обменник болса, обменник сізге мына көрсеткен адрес бойынша сізге долларды аударатын болады. Долларды аударған кезде, немесе биткоин болсын, разница жоқ, қандай криптовалюта аударған кезде осы көрсетілген адрес бойынша сіздің мына осы жерге кошелекке түсетін болады. Мына жерде көрініп тұрады ақшаңыз. Көрдіңіз бе? Доллармен алсаңыз доллармен көрініп тұрады, қалай алсаңыз солай көрініп тұрады. Биткоинмен алсаңыз қапталында сандармен көрініп тұрады. Әр сумма, мысалы мына тезер алатын болсаңыз қапталында көрініп тұрады. Барлығы мына жерде общий көрініп тұрады. Алған кезде керек болса, ақша мына жерде ақшаны шығару керек болса, кез келген уақытта шығара бересіз. Мысалы біз Каспий Голдта ақша ұстаймыз, керек болса шығарамыз, керек болмаса тұра береді ғой. Тура сол сияқты мына жерде тұра береді. Мына жерде доллармен тұрады, доллармен көрініп тұрады барлығы. Керек болса, керек уақытта через обменник арқылы немесе сату арқылы осы жерден прямой Каспий Голдыңызға болсын, қандай карточка, народный ма,
қандай карта, соған шығара берсеңіз болады керек уақытта. Міне мен сізге көрсеттім қалай трусвалеттік кошелектті қалай ашу керектігін. Тура осылай ашасыз. Бірақ мұқият болыңыз, жаңа 12 фраза дегенді бір жерге сақтап жазып қою керексіз. Және оны ешкімге көрсетпеу керексіз, айтпақшы. Мынаны. Мен сізге көрсетіп жатырмын ғой, мен мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Мынаны ешкімге көрсетпеу керексіз. Сізден басқа ешкім мынаны білмеу керек, мынандай фразаны. Ешкім білмеу керек. Және бір жерге сақтап, міндетті түрде сақтап жазып қою керексіз. Суретке түсіріп және жазып бір жерге сақтап қою керексіз. Бұл маңызды. Ертең трусвалетті жоғалтып алған жағдайда да, телефон ауыстырған жағдайда да мына фраза керек болады. Осы фраза арқылы восстановить етесіз. Осы мұқият, осы есіңізде болсын. Ешкімге көрсетпеу керексіз. Мен бұны үйрету үшін көрсетіп отырмын мен. Бұны ешкімге көрсетпеу керексіз. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Үйрете алдым деп ойлаймын өзім ойымдағыны. Енді төмендегі батырманы, қызыл батырманы басып, подписацияны басып, осы YouTube каналға тіркеліп қойыңыз. Себебі мен тағы да бір осындай видеолар түсірген кезде сізге уведомление келетін болады YouTube каналыңызға. Сіз бірінші болып көретін боласыз. Және осы сілтемені, осы көріп отырған видеоңызды таныстарыңызға, чаттарыңызға жіберіп, таратып, қазақ тілді аудиторияны қолдаңыз. Ал пайдасын берсін, іске сәт.